Кері қайтқане. Адам баласы адаммен болу керек. Біз оны қасқыр сияқты тәрбиеледік. Ол бәрібір баланы алады. Акела. Бәлкім мен көмектесермін. Баланыкі дұрыс. Адамдарды табатын уақыты келді. Жоқ. Оны сендерге мен алып келдім. Енді тиесілі жеріне қайтарамын. Мен қарсымын. Бұл менің балам. Осы күннің келетінін біз білдік. Бұл баланың бізден басқа ешкімі жоқ. Рақша. Ол тек сол жерде ғана тірі қалады. Қорқпа, мама. Көрсіп тұрамыз. Мен алысқа кетпеймін. Ешқашан ұмытпа. Сен менікісің. Менің баламсың. Қайда барсаң да, сені қалай атаса да, сен әрдайым менің ұлым болып қаласың. Егер қаласа, қасқырлар Шерханды жеңе алатын бет. Бірақ бұл әзірше тек қиял ғана. Тасбақаларға мен ұнаймын. Қолтырауындарға да. Мейіз тұмсықтарға не дейсің? Олар мен өздеріне жақындатады. Бірақ олар тік тұрып ұйықтайды екен. Ал мен олай ұйықтай алмаймын. Демек не тасбақа, не қолтырауын. Қайсысына қосылғаным дұрыс? Ешқайсына. Неге? Мен сені адам ауылына апарамын. Не? Багира, мен адамды танымаймын. Танысасың. Адамның ауылына жақындама деп өзің айтатынсың. Ол кез басқа. Несі басқа? Адам ауылына жақындама. Қолына түсіп қалсаң жеп қояды. Немесе ұшатын таспен жаралайды дейтінсің. Не дегенімді білем. О, пілдер. Басың дей. Неге? Оларға құрмет көрсет. Джунглидің негізін пілдер қалаған. Азуларымен қазған жерлерден өзендер аға бастады. Тұмсықпен үрлеп ед, жерді жапырақ басты. Олар джунглидің әр бөлігін жасап шығарды. Тауларды, ағаштарды, ағаштағы құстарды. Тек сен емес. Сондықтан сен кетуің керек.